қазір заман қиын негізі. Бұрынғыдан гөрі әлдеқайда күрделі. Бұрынғы қоғамдық қарым-қатынас өзгеріп кетті. Көп нәрсе өзі мына технологиялық дамулардың арқасында біраз нәрсе қол жеткіздік дегенмен біраз нәрседен біз айырылып қалдық. Ең бір қиын нәрсе бар. Қазір елдің бәрі осы оталға ашқанда жүгіріп жүргенде оттың басында отырып, әкесі мен шешесі, балалар отырып тамақ ішетін жағдайдың өзі қиын болып кетті. Бәді кішкентай кезімізде әкеміз келетін, бәріміз тамақ ішеміз, әкеміз келген ешкім табаққа қол салмайтын, әкей отыратын, өзі қол салатын, бәрімізге келетін, кенжесін жақынырақ қалысына шақырып тәттежеден турап беретін. Аста төк тамақ жоқ еді. Біз сол тамақтың аз болуының өзінің бір берекесі бар, бір өзінің жақсылығы бар екен. Қарасақ. Енді оның бәрі қазір кетті. Қазір енді менде өзі Аллаға шүкір 11 балам бар менің. Ол кішкентайлар мүлдем кішкентай, үлкендер үлкен. Бісміллә, қол жабақтар бар. Бір әке ретінде бұрынғыларын ептеп талап қойдым, кәртайып жатырмыз да, кейінгілерде тым жұмсақ болып бара жатқан сияқты болып көрінем. Бірақ негізі аса жұмсақ болмаған жақсы. Өйткені бізге әкеміз жұмсақ болған жоқ, соның қатал болғаннан біз жамандық көрген жоқпыз. Кішкентай кезімізде жұмысқа салды, артымыз жер иісі кеткен жоқ. Осы таңертең тұрғаннан бастап жыбырладық, сабақтан келеді, тренировкаға жіберсе бақытсың, жібермесе қалдың, сол мал жайғайсың, су әкелесің, қала берді үй жинайсың, одан келген соң қонақтың қолына су құясың, шаршап кеп құлайсың, кешке қарай сол қалғып шүлгіп отырып сабағыңа дайындалсаң дайындалдың, дайындалмасаң таңертең ертерек 8 басатын сабаққа, жетінің кезінде мектепке барасың да партаның үстінде отырып дайындалып аласың сабаққа. Осыдан жаман болған жоқпыз. Енді өзім өткен жолдан өткізсем, оған мүмкіндік бермейтін замана. Сосын мен шынымды айту керек болса, шынымды айтайын, бірақ кейбіреулер мен айтқан сөзім жақпайды. Сондықтан мен балаларға тәрбие берудің мен үшін бір-ақ жол бар. Мен Құдайдан қорқытып өсіруге тырысамын. Балаларыма Құран жаттатамын. Балаларым намаз оқиды. Аллаға шүкір. Бір нәрсе болса, устав бойынша талап етті деген сияқты мен шариғат бойынша талап етемін. Әйтпесе басқаша менің бұрынғыдай мүмкіндік жоқ. Ең соңында балаңа айтасың, бала құлыншақ, Құдайдан қорқсайшы дейсің. Қорықса Құдай хидаят беріп, қорықпаса не істейсің оған сен? Қыздың бойы үйде болғанмен қылығы түзде деген сияқты не істей аласың? Өзінде сана болмаса, қазақтың өзі айтады, бала, я Алла, бала берсең сана бермесең ала бер дейді. Ол сана берсең өзі Құдайдан берілетін нәрсе, бірақ оған мүмкіндік туғызатын енді біз өзіміз деп айтамыз. Мен бір басқа жолын көріп отырған жоқпын балаға имандылық бергеннен басқа. Өйткені сен бала Құдайдан қорықпаса, сен қолында планшет тұр, үйде Wi-Fi тұр, мысалы үшін сабаққа дайындалды, басы келіп қалды, порно нені ашып алды, қарап отыр, не істей аласың сен Құдайдан қорықпаса оған? Өте қиын, балаға тәрбие беру өте ауыр. Сосын екіншіде баяғыда Абу Ханифа дейтін ғұлама атамыз айтқан екен, әйелі мінез шығарса, атым сүрінсе, мен намазыма үңілдім деп. Оны айтайын деп отқан нәрсе адамның өзінен кейде. Өзің жасаған жамандық күнәларың, өзің жасаған осы жамандықтарың кейде баланың бойына мінез болып, жеңгелеріңіздің бойына мінез болып, әр нәрселерде шығуы мүмкін. Сосын біреуге жасаған жамандығың міндетті түрде алдынан шығады. Біреуге бірде жаман жасап қойсаң, Алла тағала ұлы балансы басқарып тұр ғой. Біреуді әкеміз айтады, біреуге жақсылық жасадым деп міндетсіме, сен жақсылық жасатып отырған Құдайға тәубаңды жасай бер. Саған қайтпаса балаңа сен немере шөбере неменеге қайтады, ол жақсылық текке кетпейді. Атаң жамандық та солай. Біреуді жамандық жасадым, аяғын аспанға келтіріп, айламды асырдым деп мақтанба дейді. Сенің де аяғыңды аспанға келтіріп біреу табылады. Сен келтірмесе балаң немере шөбереңе тиеді бәлең дейді. Өзі Құдай Алла тағала осының бәрін балансы басқарып тұрған ұлы күш иесі ғой. Сондықтан бір қандай да бір жамандық бір жасасаң, ол балаларыңнан шығады. Өзің жақсы болуға, балаға беретін ең жақсы тәрбиенің көзі оттың басында өзің боқтамай сөйлеуің. Сосын бір енді сіздер кішкентайсыздар ғой, өскенде естеріңізде жүре жүрсін. Осы кейбір адамдар, mesela әкемнен көргеніміз істейміз ғой біз. Аны тар трико киіп, болмаса майкамен жүрсе, біреулер сұмдық ұрсатын. Енді жастар әкем 18 жылы маңайдағы көршілердің біразының үлкен болды, жаңағы отағасыларынан. Сол кезде болады бір тізесі томпайған трико киіп алып, жаңағы бір майка киіп үйінде жүреді ғой, мынау не үлгі сенің? Кеңірек бірдеңе кисейші деген сияқты. Сосын үйде жүріп сәнденетін. Шешеміз, әкеміз үйде жүріп сәнденіп алады, мен осы шешелер.
өмір орамалын басына тастамай, енді ол кезде пудра жағу, крем жағу деген шешелерімізде жоқ қой. Бірақ әлем жүріп бір үстіне бір сиыр сауып қойған жаңағы қисасыған халатын шешіп тастап, басқа халат киіп. Бұл мәдениет, бұл қазақтың әрден келе жатқан нәрсесі. Осыны істегеннен кейін оны айтып жатпайды әкең. Айналайын, үстің адам сияқты киім ки. Бірдеңе сөз айтпайды. Әкеңнен көрген соң, ұядан не көрсең, ұшқанда соны ілесің. Сондықтан да балаға тәрбие бердің, Алла қалса балалы боласың, семья құрасың, әке боласың. Біз әкелеріміз жеткен саған айтты, сіздерге айтамыз. Сонда ең үлкен тәрбие сен өзің сөзіңмен айтқан тәрбие емес, ісіңмен көрсеткен тәрбие. Өзіңе қылық атып, мас болып отырып, арақ ішпей балам дегенге бала арақ ішпей ме? Өзің жаңағы аузынан насыбай айтып отырып, шылым тартып отырып, балам шылым тартпа, насыбай айтпа деп қалай айтасың? Праваң да жоқ оны айтуға. Баяғыдан жаңағы Абу Ханифадан тағы бір өзі айтты, мен балам сізді кереметтей сыйлайды, анау қант жесе, бал жесе, диатезі бар, соны қой деп айтыңыз, сіз қой десеңіз қояды дейді. Жайды 40 күннен кейін кел айтам дейді. 40 күннен кейін баланы алып келеді. Сосын айтады, балам сен қант жемей-ақ қой дейді. Жарайды дейді, жемейді. Осыны баяғыдан айта салмайсыз, 40 күн бойы мүйші етті ғой азапталды. Соны айта алсаңыз да болады ғой дегенде, мен өзім қантты жақсы көремін дейді. Өзім жеп тұрып саған жеме деп қалай айтам дейді. Сосын мен ол сөзімде береке бола ма дейді. Мен өзім істемейтін нәрсені, істеме деп, өзім істемейтін нәрсені істе деп қалай айтам. Вообще өмірде осылай. Сосын сен балаға сен тәрбие беріп жатыр, мен керемет әкелік шапағатшылдығымнан, мықтылығымнан емес. Ол да бір Құдайдың нығметі сияқты нәрсе. Қандай ұлағатты адамдардан, Лұт пайғамбарда, Нұх пайғамбар бүкіл адамзатқа неткен пайғамбар болғанда баласын кемеге мінгізе алған жоқ қой. Сол әке ретінде слабый болды дейсіз бе? Күйеу ретінде әлсіз болды дейсіз бе? Әйеліне жүргенде қаладан шықпай қойды ғой. Емес адамзатқа керемет нұрын шашқан Мұхаммед пайғамбар әкесінің інісі Әбу Талибқа ла иляха иллалланы айтқыза алмай қойды ғой. Сонда ол Құдайдың өзі көкейге салатын дүниесі, бірақ соған себеп болатындай негізі адамның өзі жасау керек. Бірақ өзің түзелмей, өзің мықты болмай, өзің жанталаспай, басқаға үлгі шашамды, ол 200-лікке ұқсап кететін бірдеңе болады.